Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Және де барша осы қазақ жігіттерін 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы мерекеге орай біз әріптестерімізбен өзіміз бір демалыс аймағына келген болатынбыз. Текелі қаласында. Бұл жақтың әдемілігінен шыны керек сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазір таудың ең бас жағында тұрмын. Көріп тұрсыздар. Қазір сіздерге көрсетейін. Өздеріңіз көріп тұрғандай Текелінің табиғаты өте әдемі. Егерде мұқият мән беретін болсаңыздар, бұл жақтың табиғатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ана жақтарда көпір бар. Сол жерде әріптестеріміз өздері естерке фотоға түсіп табиғатта тамашалап отыр. Біз осы демалыс аймағына әріптестерімізбен келдік. Енді мұқият мән беретін болсақ, ана жақтың бар үйлер, қараңыздаршы. Ана жақтарда да үйлер, ана жақта да бірге-екі үйлер салынған екен. Ана жақта да үйлер, қараңыздар. Ана бас жақтарында да үйлер екен. Негізімен жалпылама бұл аймаққа келіп көрмеген. Мен негізі ойлайтын, жалпылама Текелі кішігірім ғана қала деп. Бірақ ойым қате екен. Негізі Текелі кәдімгідей үлкен қала екен. Егер мән беретін болсақ, мына үйлер шамамен мұқият мән беретін болсақ, мына үйлер енді адамдар тұра ма тұрмай ма білмеймін, бірақ сол кезінде, кеңес өкіметінің кезінде салынған үйлер екен. Мына үйлердің барлығы, көбісі сол уақытта салынған үйлер. Үйдің формасына қарап білуге болады оны. Ал жалпылама табиғатын егер мән беретін болсақ, табиғатына өте әдемі, қараңыздаршы. Бұл тобылғылар. Осы тобылғылардан кезінде бұрын қамшы жасайтынбыз ауылда жүрген кезде. Енді менің анам жалпылама гүлге жақын болғандықтан бұрыннан үйде гүл өсіреді, сондықтан гүлдерге ерекше мән берем. Егер мұқият мән беретін болсақ, мына гүлдер қараңыздаршы, пионға ұқсайды негізі. Бірақ енді пион гүлі емес, бірақ жапырақтарына қарасаң пионға өте ұқсайды. Және де бұл гүлдің иісі енді сөз жоқ. Қараңыздаршы, қандай әдемі гүл. Енді анам гүл өсіретіндіктен гүлдерге осылай ерекше мән беретін әдетім бар. Енді мына жақта автобуста жүреді екен. Бұл Текелінің жалпылама арасында жүретін автобус болу керек. Өзім солай топшылаймын негізі. Бірақ нақты білмеймін. Бірақ ары бері осылай жолаушылар тасып автобустар жүреді екен. Бұл автобус әне кетіп бара жатыр. Осы демалыс аймағы өте әдемі. Енді таудың бас жағына қарай шыға алмадым, шыны керек. Біраз шаршап қалдым, себебі таудың бәрі тік орналасқандықтан бұған шығу сәл қиындау екен. Бірақ енді біраз жеріне дейін шықтым. Осы жерден де сіздерге таудың әдемілігін көрсетуге болады, қараңыздаршы. Таудың бас жақтарында әлде де қар бар, егер мұқият мән беретін болсаңыздар. Осындай бір әдемі жерге келіп қалдық. Қараңыздаршы, қандай тамаша. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл жерде бірнеше демалыс аймақтары бар екен. Жаңағы мына жақтарда да демалыс аймақтары бар екен. Мереке күндері мысалға осы жаққа келіп туған күн жасауға болады, болмаса бас қосуға болады. Жалпылама әдемі жерлер, қараңыздаршы. Мына жақтарда үйлер жалғасады екен да, ал мына жақта демалыс аймақтары бар екен. Ал біздің жалпылама бүгінгі келген жеріміз, өздеріңіз көріп тұрсыздар, осы жер өте әдемі. Қараңыздар. Жақыннан көрсетейін сіздерге.
тамаша, иә, қараңыздаршы. Әріптестеріміз мына жақта музыка қойып қойған. Бұл жақтың жалпылама жылқылары да, сиырлары да. Енді шөптің құнарлы болғаны ғой енді. Сондықтан малдары кәдімгідей ірі екен негізі. Алыстан қарағанның өзінде анық көрініп тұр. Мына жақта әрине көп жайылып жүрген жоқ. Енді ана жайлаудың бас жақтарында малдар көп қой енді. Бірақ мына жердің өзінде қараңыздаршы, малдар кәдімгідей ірі екен негізі. Мына жақта бір сиыр су ішіп отыр, егер көріп тұрған болсаңыздар. Мына жақта жалпылама Текенің табиғаты міне осындай. Қараңыздаршы, мына жақта тауларға егер мән беретін болсақ, тауда тастың арасына дейін ағаштар өсіп тұр. Соған қарағанда әрине ағаштың тамыры міндетті түрде топырақта болу керек қой. Сондықтан мән беретін болсақ, ана жақтарда ағаштар бар, қараңыздаршы. Мына ағаштар жалпылама тастың ішінде өсіп тұр. Соған қарағанда тасты жарып тұрған болу керек. Әрине тастың ішінде ағаш өспейді, бірақ бұл ағаштар топырақтың ішінде екені анық. Сіздерге табиғатты жақыннан көрсетейін, қараңыздаршы. Табиғаты өте әдемі. Мына жақта Қаратал өзені ағып жатыр. Қазір сіздерге жақыннан көрсететін болам. Әрбір осы әдемі жерлері бар Қаратал өзенінің. Сол өзендердің жағалауларына қазақ үйлерді тігіп қойған екен. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына жақта жаңа сіздерге айттым, қазақ үйлер тігіліп тұр екен. Шыны керек әдемі қылып жасаған. Менің шыққан тау жаңа таудың бас жағы болды, қараңыздар. Ана жаңа шықтым. Бағанағы басындағы видеолардың барлығы сол жақтан түсірген болатынмын. Енді қараңыздар, мына жақтағы жартастары да өте әдемі. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл Қаратал өзені. Қараңыздар. Мына жақта адамдар қазақ үйде тұрады екен. Осылай өздері бас қосып отырған кезде осындай қазақ үйге келіп, отбасылармен келеді кейбір адамдар. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай жаңа демалыс орнына көтерілуге болады. Ал жалпылама мына жаққа мән беретін болсақ, өте әдемі негізі. Осымен сіздерге қысқаша болса да өзінің саяхатымды көрсеткім келді. Және де өмірде ең бастысы мысалға сыйласымдық. Және де сіздерге айтайын дегенім, осындай әдемі жерді таңдап, бізді құттықтап, мерекемізбен шақырып отырған әріптестерімізге көптен көп алғысымды білдіргім келеді. Құрметті әріптестер, сіздерге рахмет, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Әрқашан жақсылықта бас қосайық. Аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.